Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Расул Ғамзатовтың ана тілі өлеңіндегі тіл мен ұлт тағдыры. Сабақтың мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру. Балалар, сендер осы тілдің ең қымбат қазына екенімен келісесіңдер ма? Мүмкін біздің одан да қымбат қазынамыз бар шығар. Жоқ, мен олай ойламаймын. Әрине біздің ең қымбат байлығымыз тіл. Тіл қарым-қатынас құралы. Егер тіл болмаса, осы сұрақты қоя алар ма едің? Ал мен саған өз ойымды айта алар ма едім? Иә, сонымен қоса тіл ойдың көрінісі. Балалар, ана тілі сөзіне кластер құрастырып дәптерлеріңе жазыңдар. Балалар, біз ана тілі өлеңімен таныспас бұрын Расул Ғамзатовтың өмірбаянымен танысып алайық. Авар халқының ұлы ақыны Расул Ғамзатов 1923 жылы Ресей Федерациясы құрамындағы Дағыстан Республикасының Цада Хунзахского ауданында дүниеге келген. Ақынның өлеңдер жинағы 1943 жылы авар тілінде басылып шығады. Оның «Менің өлкем», «Менің Дағыстаным», «Тырналар», «Таулық әйел», «Дағыстан көктем» атты көлемді шығармалары бар. Расул Ғамзатовтың шығармаларын Қадыр Мырзалиев, Сағи Жиенбаев сияқты ақындар қазақ тіліне аударды. Оның шығармалары аз санды ұлттардың қай-қайсына болсын үлгі-өнеге боларлықтай асқақ та рухы биік туындылар. Туған топырағының бар маңызын бойына сіңірген ақын ана тілі өлеңіне туған халқының дана қасиеттерін, кесек мінездерін арқау етеді. Ел мен жерге, ана тіліне деген іңкәрлік лирикалық сипатта жырланады. Ұлттың тілі, ұлттың ділі, қандай ұлт болсын, оның ең басты байлығы ана тілі. Тіл адам жанының тілмәші. Тілінен айырылған халық ұлт болып қалыптасып, жеке өмір сүре алмайды. Жеке адамның да ұлттың да бойына нәр беретін, күш беретін ана тілі. Ақын, егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ деп, тіл үшін өзінің өмірінде қиятынын ашық айтады. Осы өлеңін оқыған жастарды патриоттыққа, отан сүйгіштікке үндеп, оларды елін, жерін сүйетін, ана тілін ардақтайтын, рухы биік, ұлтын пір тұтатын азамат болып өсуге шақырады. Ана тілі, адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екем бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Асау өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған жалғыз мені қалдырып. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің де. Мен жатырмын қара жерге табына, жоламайды келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақтқа. Кетті ғой деп қыршын ғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Жарым қайда, досым қайда кешегі, анам қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арада үнінде, екі кісі сөйлесті авар тілінде. Мен жатырмын қара жерге көз жұмып, мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің. Бойым жылып, лездемен тірілдім. Балгерде емес, дәрігерде емес емдейтін, тек өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл, емдер басқаларыңды, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, кедейде бақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін үніде, ана тілі ұлы менің өзіме. Махмұд жырын оқу үшін жастауын, күтем әлде аударуын басқаның. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде, өлеңдерін жазалар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын,
әр гүлі мен әр қырын, мен сүйемін бұл елімнің гүлінде, әлім шолы айттым алар тілінде. Қымбат маған елімнің бар даласы, Балтық пенен Сахалинның арасы, қайда болсын қиямаған жанымды, туған жерге қассым бірақ қабірді. Алаша бір жазып қойған құлпытас, тұрса ауылда қабарларда ұмытпас, еске ап жүрер кәрі жасы жақын кеп, мұнда Расул Ғамзатов жатыр деп. Балалар, композициялық талдауға назар аударайық. Оқиғаның басталуы, ақынның түс көруі, оқиғаның байланысуы, Дағыстанның табиғатының суреттелуі, ақынның жалғыздығы, оқиғаның шиеленісуі, екі адамның әңгімесі, оқиғаның шарықтау шегі, ақынға туған үнінің күш беруі, оқиғаның шешімі, ақынның туған тілінде махаббаты. Ой шақыру сұрақтарына жауап жаза қойыңдар балалар. Өлең мазмұны не жайлы? Расул Ғамзатовтың ана тілі қай тіл? Ана тілі деп қандай тілді айтамыз? Біздің ана тіліміз қандай тіл? Ақын ана тілінің құдіретін өлеңнің қай жерінде көрсеткен? Ана тілі өлеңінде ақынға не қымбат? Сен де Расул Ғамзатов секілді өз туған жеріңді, ана тіліңді жақсы көресің бе? Жалғасын тап ойыны. Балалар, мақал-мәтелдердің жалғасын тауып жазыңдар. Жағдаяттарды шешейік. Сенің досың көбіне әңгіме барысында қазақ тілін шұбарлап, орыс сөздерін қосып сөйлейді. Бұған сенің көзқарасың немесе әрекетің қандай? Сені кітапханада отырғанда екі қыз бала кітапханаға кірді. Екеуінің ұлты қазақ болғанымен орысша сөйлеп отыр. Сен не істер едің? Әлеуметтік желіде қазақ тілінде шамадан тыс қателіктер мен комментарий қалдырған адамды көрдіңіз. Сіз не істер едіңіз? Осы жағдаяттарды шешіп, тапсырманы орындай қойыңдар. Үйге екі жақты күнделік әдісі. Өлеңдегі басты мәселе, қазіргі қоғамдағы мәселе жайында дәптерге жазамыз. Сау болыңдар.